Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. 8 физика Кронгурт кітабынан 39 беттегі 3-ші жаттығуды орындайтын боламыз. 1. 5 кг құрғақ ағашты жаққанда қандай жылу мөлшері бөлінеді дейді. Бізде меншікті жану жылуы, ол бізде Q жылу мөлшері массаны меншікті жану жылуына көбейткенге тең. Бізде құрғақ ағаштың меншікті жану жылуы 8,3 оның 6 дәрежесі, ол кестеде бар. 5 көбейтемін 8,3 оның 6 дәрежесіне, ол менде тең болады 41,5 көбейту 10-6 дәрежесі джоуль болады. Келесі, 2 кг көмір жаққанда қандай жылу мөлшері бөлінеді дейді. Бізде Q тең болады масса көбейтілген меншікті жану жылуы. Біздегі массамыз 2-ге тең, Q деп отқанымыз 33,5 көбейту 10-6 дәрежесіне тең болады. Бұл бізде 67 көбейту 10-6 дәрежесі джоуль болады. Келесі, 5 кг құрғақ ағашты және 5 кг шымтезекті жаққанда пеш бірдей жылы ма, неліктен дейді. Жалпы бірдей жылмайды. Себебі Q құрғақ ағаш, Q шымтезек қайсыныкі көп? Әрине шымтезектікі көп болып тұр. Значит, шымтезекті жағатын болсақ, пеш ыстығырақ болады құрғақ ағаш жаққаннан қарағанда. Келесі, 2 кг шымтезекті жаққанда бөлінетін жылу мөлшеріне тең болатын жылу бөліну үшін мөлшері қанша құрғақ отын жағу қажет дейді. Ең бірінші біз 2 кг құрғақ ағаш, ең бірінші біз 2 кг шымтезек жаққандағы бөлінетін жылу мөлшерін есептеп алайық. Ол үшін біз 2-ні көбейтемін 15 10-6-ға. Ол менде 30 көбейту 10-6 дәрежесі джоуль болады. Ал енді бізде массаны табу керек құрғақ ағаштың. Q бөлінген Q құрғақ ағаш болады. Біздегі Q деп отқанымыз 30 көбейту 10-6 дәрежесін бөлем құрғақ ағашқа 8,3 10-6-ға. Біздегі 10-6 мен 10-6 қысқарып кетеді, сонда 30-ды 8,3-ге бөлеміз. 3,6 кг болады екен. Келесі, 3 кг бензин мен соншама керосинді толық жаққан кезде бөлінетін жылу мөлшерінің айырмасы неге тең болады дейді. Бізде Q бензин азайтылған Q құрғақ ағаш 0-ге тең болады. Енді бұл жерде массалары бірдей. 3 кг бензинді және де 3 кг керосин жағады. Бірақ қараңыздар, олардың жану жылуы да бірдей болып тұр. Сол себепті екеуінің айырмасы 0-ге тең болады. Осымен видео сабағы аяқталды. Видео сабағы ұнаса каналға тіркел, лайк басып, қоңырау жазын басып қой. Видео сабақ достарыңа тарат.